Армысыз құрметті көрермен, эфирде көршінің қызы ел ішіндегі әңгімелерді бірге талқылайық. Әлем елдерінің арасында ең бақытты ел аталды. Ол өкінішке қарай Қазақстан емес, Финляндия. Бұл ел 9 жыл қатарынан әлемдегі ең бақытты ел деп танылған. Екінші орында Исландия, үшінші орында Дания тұр. Ал алғашқы бестікке Швеция мен Норвегия кірді. Қазақстанның көршісі Ресей бір жылда 72-ші орыннан 79-ші орынға төмендеген. Ал ең бақытсыз ел ретінде Ауғанстан аталды. Кітапты кедей адамдар оқиды, дәл осылай пікір білдіріп желіні кеңінен шулатқан Ақбота Әнуарбек жоғалып кетті. Әлеуметтік желіде блогер Ақбота Әнуарбек айтқан кітапты кедей адамдар оқиды деген сөзі үлкен дау тудырған еді. Өзін коуч деп таныстырған ару осы сөзінен кейін де бірнеше рилстар жариялап өз өнімінде сатқан. Дегенмен бүгінде Ақботаның оқырмандары коучтың парақшасын таппай қалды. Ол инста парақшасын өшіріп, мүлдем ештеңе жүктемеген. Айта кетейік, бұған дейін коуч кітап оқу уақытты көп алатын процесс, ал бай адамдар ақпаратты тез алу үшін мамандарға жүгінеді деп айтқан еді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Кітапты кімдер оқиды? Депрессиядан шыққың келсе, менің тренингіме жазыл. Құны 100 000 теңге тұратын сабағымды тегін берем. Ол үшін менің вебинарыма тіркел, тегін сабақтан құр қалма дейтіндер азайды ма? Елімізде коучтарға қатысты жаңа заңдар бекітілген еді. 14 ақпанда елімізде коучинг қызметінің кәсіби стандарты ресми түрде күшіне енеді. Енді бұл жай ғана сән немесе биодағы әдемі сөз емес, мемлекет реттейтін мамандық. Ең бастысы енді коучтарда білімі мен біліктілікті растайтын арнайы құжаттары болуы қажет. Басқа да талаптар бар деп жазған еді депутат Асхат Аймағамбетов. Халық жарты миллионға жарты айлық курстарды сатып алуды аз айтқандай. Дегенмен қазір жасанды интеллект заманы болғандықтан AI курстарына сұраныстар артқан. Желіде 1000 теңгеден бастап миллионға дейінгі курс бағалары толып тұр. Сары жарнамаға сеніп, сан соғып қалмай тұрғанда кімнен, қандай курс алмақшысыз? Соны зерттеп алған жөн. Отбасымызбен, көрші қолаңмен сүйіп, қолдау білдіретін спортшы Шавкат Рахмонов әйелімен ажырасты ма? Аралас жекпе-жек шебері Шавкат Рахмоновтың жары Гүлайым Рахмонова әлеуметтік желіде жеке өміріне қатысты тосын жаңалықты бөлісті. Олар ажырасқан. Гүлайым жазбасында бұрынғы күйеуінің балалардан бас тартқанын айтты. Балалар ажырасқаннан кейін анасына ғана керек. Бүгін сол балаларынан бас тартты. Мен 4 баланы дүниеге әкелдім және 5-шісін күтіп отырмын. Енді әкесі қажет болмаса, балаға да әкесі керек емес деп жазды ол. Желі қолданушылары бұл хабарламаға түрлі пікір білдіріп, қызу талқылап жатыр. Көршінің қызы өз әңгімесін аяқтады. Арнаға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз.